Қанапин Әмір, ғалым, тарих ғылымның докторы, профессор, Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының еңбек сіңірген жоғары мектеп қызметкері. 1910 жылы 31 желтоқсанда Қостанай облысы Обаған ауданын Алпысұйтық ауылында кедей шаруа отбасында дүниеге келген. 5 жасында әкесі Қанапия қайтыс болып, ағасы Аймағамбеттің қамқорлығында қалды. Содан кейін Қостанай балалар коммунасында тәрбиеленіп, 1929 жылы 7 жылдық бітірді. 1930 жылы 1 жылдық мұғалімдер курсын бітірді. Тағы 2 жылдан кейін Қазақ ағарту институтын бітірді. Ал 1935 жылы Мәскеудегі Ломоносов атындағы мемлекеттік университетте механика-математика факультетінде оқуға түсіп, оны 1938 жылы бітірді. Оқу бітіргеннен кейін Қазақ КСР халық ағарту комиссариатының орта мектептер басқармасының басшысы болып жұмыс істеді. Соғыс жылдары Социалистік Қазақстан газетінің жауапты редакторы болып жұмыс істеді. Кейін Қарағанды облыстық партия комитетінің насихат бөлімінің хатшысы болып тағайындалды. Ал 1951 жылы Қазақстан Компартия Алматы облыстық комитетінің бірінші хатшы болып сайланды. 1955 жылы сонда Қазақ Кеңес Социалистік Республикасының мәдениет министрі болып тағайындалды. Осы лауазымды 7 жыл қызмет атқарды. 1962 жылдан өмірінің соңына дейін Алматы педагогиялық шетел тілдер институтының тарих кафедрасын басқарды. Ол 200-ден астам ғылыми еңбектер мен мақалалар, оның ішінде 6 монография жариялады. Қанапин Әмір ерекше кішіпейіл, ұстамды, ешқашан жеке басы үшін және нақты пайда іздемеген керемет жомарт тәлімгер. Оның жетекшілік етуімен 20 ғылым кандидат дайындалды. Ленин еңбек қызыл ту құрмет белгісі, 1-ші дәрежелі отан соғысы орденмен және медальмен марапатталған.